Барлықтарыңызға сәлем. Бұл сабақта біз операциялық менеджмент пен серіктестік дегеніміз не екенін қарастырамыз. Егер сіз идея ойлап тапсаңыз, және сізде ол идеяға арналған қандай да бір ресурстар бар екенін түсінсеңіз, бірақ нақты не істеу керектігін білмесеңіз, жай ғана істің қарапайым тізімін жасаңыз. Тізімдерді жасау ағымдағы операциялық қызметті бақылаудың қарапайым тәсілі болып табылады. Операциялық басқару 20 ғасырдың басында Фредерик Тейлор ақш-тағы және Франциядағы Анри Файл операциялық басқарудың негізгі тұжырымдамаларын жасаған кезде жалпы менеджменттің бөлімшесі ретінде пайда болды. 1913 жылы Генри Форд жедел басқаруды тәжірибеге енгізе отырып, автомобиль өндірісіне конвейер жүйесін енгізді. Операцияларды басқару деп аударылады. Сөзбе-сөз айтқанда, бұл компанияның бүкіл тізбегі, немесе оның барлық бизнес процестері. Мен істер тізімін жазатынымды мойындаймын, өйткені оның көптеген артықшылықтары бар. Жазған кезде есте сақтап қалу жеңіл болады. Дерексіз мақсаттар міндеттерге айналады. Тізімдер сізге қажет емес нәрселерді сүзгілейді және ойларыңызды тазартуға көмектеседі. Қазіргі қоғамда біз әртүрлі міндеттерді шешуге көп уақыт пен күшті жұмсаймыз. Неге біреу уақытты тиімді бөледі, ал біреу олай жасай алмайды? Өйткені сіз басымдықтарды анықтай білуіңіз қажет. Ал бұл жағдайда сізге Эйзенхауэр матрицасы көмектеседі. Әдіс тапсырмалар мен әрекеттерді 4 топқа бөлуді білдіреді. Шұғыл және маңызды. Маңызды, бірақ шұғыл емес. Шұғыл, бірақ маңызды емес. Шұғыл және маңызды емес. Эйзенхауэр әдісінің түпкі мақсаты маңызды шешімдерден кішігірім мәселелерді шешуге көмектесу және шын мәнінде маңызды нәрсеге назар аудару. Егер сіз Эйзенхауэр матрицасын сурет ретінде елестетсеңіз, ол мынандай болады. Матрицадағы квадраттардың мәні тапсырмалар мен квадраттармен бөлінеді. Шұғыл және маңызды. Маңызды емес, шұғыл емес. Бірінші квадрат, екінші квадрат, үшінші квадрат, төртінші квадрат. Олар өз кезегінде тапсырманы қашан және қанша уақытта аяқтауға болатындығын анықтайды. Матрицаның әр квадратына түс белгілеңіз және оны басымдылық деңгейімен байланыстырыңыз. Бірінші квадрат. Мұны дереу жасаңыз. Шұғыл және маңызды. Олардың нақты мерзімі бар және бәрінен бұрын және жеке орындалуы керек. Екінші квадрат. Қашан жасайтындығыңызды шешіңіз. Маңызды, бірақ шұғыл емес. Бұл квадрат матрицаның ұзақ мерзімді дамуы үшін өте қолайлы. Тапсырмалардың нақты мерзімі бар және олар жеке орындалады. Үшінші квадрат. Басқа адамға өкілеттік беріңіз. Шұғыл, бірақ маңызды емес. Бұл квадрат телефон қоңырауларын, электрондық пошталарды, жиналыстар мен іс-шараларды жоспарлауды қамтиды. Үшінші квадрат маңызды жұмыстан алшақтататын нәрсені азайтуға көмектеседі. Өкілеттік беру арқасында сіз неғұрлым маңызды нәрселерге назар аударасыз. Төртінші квадрат. Мұны кейінірек жасаңыз. Маңызды емес, шұғыл емес. Төртінші квадратқа жататын әрекеттер бұл ешқандай құндылық әкелмейтін ілеспе істер. Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл ешқандай салдардан қорықпай, кейінге қалдыруға болатын нәрсе. Матрицаның әр квадратына түс белгілеңіз және оны басымдылық деңгейімен байланыстырыңыз. Мысалы, қызыл шұғыл, сары маңызды, бірақ өте шұғыл емес. Жасыл шұғыл, бірақ маңызды емес. Сұр шұғыл емес, маңызды емес. Компанияның жұмыс тиімділігін арттыру үшін көптеген қызықтар IT шешімдер бар. Ұқыпты өндіріс әдістері сіздің бизнесіңізді оңтайландыруға көмектеседі. Бұл шығындарды азайту арқылы жұмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін кәсіпорындарды басқарудың ерекше тәсілі. Шығын деп жұмыстың тиімділігін төмендететін барлық нәрсе түсіндіріледі. Жүйені Toyota компаниясының жапондық инженерлері әзірледі. Бірақ қазір ол бизнестің барлық саласында қолданылады. Ол жұмыстың тиімділігін айтарлықтай арттыруға және нақты компанияға белгілі бір бейімделуді талап ете отырып, шығындарды бірнеше рет қысқартуға мүмкіндік береді. Құжат айналымы операциялық менеджментте маңызды рөл атқарады. Алайда, бұл қатал бюрократияға әкелуі мүмкін болғандықтан, барлығын құжаттауға асығудың қажеті жоқ. Бухгалтерлік есеп және заң құжаттары сияқты құжаттаудың міндетті түрлері де бар. Кадрлық құжаттама маңызды тармақ. Бұл еңбек тәртібі, тәртіп пен заңды әдіс, аудару және жұмыстан босату. Стартаптардың операциялық қызметі шешімді талап ететін әртүрлі міндеттерден тұрады. Егер сіз өзіңіздің компанияңыздағы кейбір функцияларды басқа компанияларға немесе мамандарға тапсыра алатындарыңыз туралы ойлансаңыз, бұл үшін сіздің уақытыңыз немесе біліктілігіңіз жетпесе, демек біз аутсорсинг туралы айтып отырмыз. Аутсорсинг сыртқы көзді немесе ресурстарды пайдалану, белгілі бір жұмыстарды орындау үшін басқа компаниялар мен мамандарды тарту. Сондай-ақ, мен сізге салық кодексын зерделеуге кеңес берем. Өйткені бизнесті бастағанда ең бастысы заңды жұмыс істеу үшін және салықты аз төлеу үшін салық режимін дұрыс таңдау керек. Сіз барлық қажетті ақпарат пен көмекті Атамекен ұқыпынан, Атамекен сервис онлайн платформасынан тегін ала аласыз. Енді кез келген бизнестің маңызды құрамдас бөлігі серіктестік туралы сөйлесейік.
Серіктестік бұл ортақ мақсаттарға қол жеткізу үшін бірнеше компаниялар мен мамандардың немесе компаниялар мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасы. Компанияның серіктестері бола алатындар, жеткізушілер, кәсіпкер өндіретін өнімдер, кәсіпкер өндіретін өнімдерді тұтынушылар, кәсіпкерге іскерлік қызмет көрсететін компаниялар, мемлекет. Кез келген бастаманың табысы серіктестердің сенімділігіне байланысты. Серіктестердің өз міндеттемелерін орындауын қадағалау үшін мұндай қатынастар заңды түрде рәсімделеді. Серіктестің ең кең таралған түрлері – кооперация. Әрбір серіктес бірыңғай процесс шеңберінде өз жұмыс бірлігін орындайды. Матаны өндіретін компания сіздің тапсырысыңызға сәйкес матаны жасайды, ал сіз одан киім тігесіз. Лизинг – бұл жалға берудің ерекше түрі. Әдетте, жалға беру нысаны жабдық болған кезде, яғни сіз жабдықты сатып алмайсыз, оны серіктесіңізден жалға аласыз. Франчайзинг – бұл ірі компания ұсақ дербес кәсіпорын мен оған белгілі бір тауарларды шығару және оларды өткізу құқығын беру туралы шарт жасасатын ынтымақтастықтың түрі. Сондай-ақ, белгілі бір нарыққа осы компанияның сауда маркасы мен сауда қызметтерін көрсету. Мысалы, Макдональдс. Фриланс. Егер сізде ай сайынғы жалақы төлейтін жұмысшыларыңыз болса, онда олар сіздің қызметкерлеріңіз. Мысал ретінде, сіз штаттық қызметкерлерді жұмысқа алмасаңыз да болады. Ал әдетте қашықтықта орындайтын, белгілі бір уақытқа келісілген жұмысқа жүзеге асырып беретін фрилансерлердің еркін жұмысшылардың қызметін қолдана аласыз. Серіктестік қатынастарды құру. Бизнес бір жақты ойынға айналмауы және бұзылмау үшін ережелер бар. Қаржы қаражатын екі жақты салу табысқа бірінші қадам. Бизнесті жүргізудің жалпы стратегиясы. Өз бизнесіңізге серіктес ретінде досыңызды немесе туысыңызды таңдамағаныңыз жөн. Дұрыс рәсімделген құжаттар бұл өте маңызды. Кезекті үй тапсырмасы. Осы бейнені YouTube-тан қараңыз. Ұқыпты өндірістің маңызды сәттерін атап өтіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.